Aleyküm hürmetli kanalımızı күзетіп барушы айыз отандастарымыз енді қатталдан түсіре алмайды қасымызда продукты бар. Біз бүгін достар зор локацияға баратырмыз. Яғни Тақтакөпірде Бестөбе деген жерге баратырмыз. Бұл жерде қарагерлер нелер бар. Интернет тармақтарында өздеріңіз көрген болсаңыз керек. Қазір енді сол жаққа баратырмыз. Құдай қаласа бүгін 6 күн болғаннан кейін жұмыс жоқ. Қағазбаздық жұмыс болғаннан кейін адам шаршайды. Бір күн үстінде уәзілерімізге уақыт ажыратқан халда қазір баратырмыз. Сол жерде продукттарын бәрін алып алдық нөкістен. Бірақ зор локация деп жатыр достар, елі өзім барып көрмедім. Қазір сіздермен бірге барып, Құдай қаласа куәсі боламыз. Қазір барып қандай ауқат пісіреміз, не істейміз, бәрін сол видео жараянда көрсетіп баратын боламыз. Құдай қаласа бұл қазір біз кетіп баратқан жеріміз, яғни Қараөзектің ішіне өтіп баратырмыз. Құдай қаласа зор локация, ажайып бір отырыс болады. Діллама деген ауқат істеп көрмекшіміз бар. Сондай достар, демалып тұрыңдар, уақытларыңызды өткеріп тұрыңдар, жұмыс істеп жүре берсеңіз, ұсақтамаса өздеріңіздің денсаулығыңызға қарамасаңыз, ертең қарауға да уақыт болмай қалады. Адам күн болғаны таппаса маскан, оған даркар ай күн, жер һәмде аспан. Адам күн болғаны таппаса маскан, оған даркар ай күн, жер һәмде аспан. Сен сондай теберіп, нұрани бустан, жайнап жасына азиз Қарақалпағыстан. Шығыстан нұр шашқан шамшырақ макан, сен сондай көз алсаң, ей ана отан. Иман дос халқыма бас ер жаһан, жайнап жасына азиз Қарақалпақ. Міне достар, біздер мәнзілімізге де келдік. Осы көріп тұрған жеріңіз люкс қару екен, яғни бері спальный, бұяқта шешініп қоятын, несі ілдік қоятын, киім ілдік қоятын. Аз біздер берді қора жақпыз, берді көш әмезетін майдалап алдық. Берді көріп тұрғансыздай қазан бар, қошақ қоған. Яғни достар, келсеңіз өкінбейсіздер, сіздерге сәтті да бір қатар көрсетіп өтіп кетеміз. Осындай достар, люкс қару бар жоғы 300 мың сом, 400 мың сом ар нелер бар. Үлкен кішкентайына қарап тұрып ала бересіздер. Құда қаласа ағамыздың нөмірін экраныңызға жазып кетеміз. Бұл жерде қарилі көп екен, 50-ден астам қару бар. Қалеген ала берсе. Бұл жерде хамизатларымыз бар. Алғамыз продукты, азауқа, тамелерін. Достар, бұяқ екі адам осындай қыдыруына 800 мың сомдай пұл кетеді. Енді продукты өзіңіз қанша ел алғаныңызға байланысты, қару жағы айтқанымызда 300 мың сом люкс қилысы. Экраныңызға номерлер болады, беймелер байланысып келсеңізде болады. Құдай қаласа аз ауқат істеп жараянда бір қатар сіздерге көрсетіп өтетін боламыз. Видео ұнаса лайк басып отырамыз, айыздар қолдап қуатлап. Достар, ауқатымыз дайын болды, бірақ енді жеп болған соң сұрап жатпыз. Күнді ашып өтіп сұра алмадық. Дастарханда һәмме незат керек, әмезат бар. Кеш жарық баршаңызға достар, мынандай жайлар да бар екен. Енді инсаният бір жағынан қарап тұрсаң, арамызда еле осындай жайларды жасап жатырғандар бар да. Көріп тұрсаңыз, әмесі осындай бір типті салынған жайларда. 12-ші жай уже. Неде андай атарба деген зат бар екен, сіздерге көрсетемін. Міне балалықтағысылар нағыз. Менің басынан өткен жайлар бұлар. Бірақ сол демалу орайына молодец дедім. Аралықтың барлығына асфальт қойып қойыпты да қарасаңыз. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Сағат таңғы 6 болды азыр. Ұйықламадым елі турысы. Пешке қарап отырмасаңыз, сол жерде суық қатып өліп кетеді екен. Saat 12:30-1'дің уақытында ұйықтап кетуім, 1 сағатта, yarım сағатта. Уже комнатаның суық түсіп кеткенде. Погода 5 градус, минус 6 градус суық отыр, қатты суық. Қар үй болғаннан кейін, соныштан егер үйіңіздегілермен, бала-шағаңызбен, президентпен келсеңіздер, соныштан будильникке қоясыз 1 сағат, yarım сағаттан көздегілер қызарып кетті уже. Yarım saat 1 saatten будильникке қойып, пешті жағып отырасың. Жерде балық сорпа қайнап жатыр, Құдай қаласа.
Мен өзім еле ұйықламадым. Bir майдан ұйықлап қап едім. Мына ішіне отын таусылып, комнатаның іші салқын болып кеткен. Соның ішінде бір адам ұйықламай осыны түнімен жағып шығу керек. Болмаса қатып өліп қаласың. Асында зор бол deyip жанып тұрды. Міне. Шоқ қылып қойыппын. Арасында бір томардан deyip салып тұрсам бот. Bir сааттан, 1,5 сааттан. Бірақ ұйықлап қалмауың керек та. Ұйықлап қалсаң бағана өшіріп алдық. Bir мәрте 3-тің уақытында зор алыстырдық қайттан. Шарпылардың бәрін зая қылып. Құрметлі достар, осы мен Тақтакөпірге деген саяхатымыз тамам. Осындай хамма жер гектар жерде айтқанымдай қар үйлер жайғасқан, люкс варианты, басқа варианты келіп беймәлел демалсаңыздар болады. Бір айтайын достар, келіп демалғаныңызға ешқашан өкінбейсіздер ал. Зор жер екен. Мен өзіме қатты ұнады турысы. Азыр мен машина қотлап қойдық қыздырып. Видеоролик ұнаған болса, бірден лайк басып, қотлап отырамыз. Dostlar, biz Бестөбе деген жақтан шығып, Қаратереңге келдік. Қаратерең қазіргі уақытта осындай етіп зор етіп істелінген екен. Көріп тұрғансыздай, арқайын ар жаққа дейін бара аласыздар. Зор етіп істелінген.